келген қонақ екендеріңізді көрсетіп. Үзбай әкем сыйлап келгендер бар ма? Тілеуқорған сыйлап келгендер бар ма? Не деген абырой мынау Үзбай аға, сіз вообще кәм список Тілеуқорғаным жазған ғой деймін. О, мәке, қалай, настроение қалай? Нормально ма? Вообще кәм, біреудің тойында отқан сияқтысың кәдімгі. Бір үйленіп атқаның сезіп атқан жоқ сияқтысың кәдімгі. Қасында жолдас баласына сұрап атқан, не сен? Үйлендің ғой бүгін, білесің ба? Как будто сен біреу заставлять етіп отқан сияқты. Ата-енең білесің ғой, хабарың бар ғой. Я, тұр орныңда. Осы кісілерден қыз алып атсың, кішкене құрмет көрсетіп кәм. Орнынан тұр. От. Ақсымбат, шалыңмен бірге тұр. Шалың. О, міне. О, Мадиярды бір құттықтап қойыңыздар, шағайым. Мадияр. Настроение қалай, Мадияр? Жақсы ма? Қазірден настроениең жоқ қой сен? Басында кішкене бүйтіп настроениемен қуанып не істесей. Ал, бүгінгі той иелері, мінекей, құда қош келдіңіз. Құдалық құтты болсын, мәңгілік болсын, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жаратқан ием Аллах тағала Құдайға құданың бір әріп жетпейді. Құданы Құдай қосады. Дос пайғамбар асауды ноқта қосады дейді. Құдай қаласа, Құдай қосқан дүниені ешкім ажыратпайды. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Енді қыз бардың назы бар, айдың көлдің үйрекпенен қазы бар дейді. Біз жылы жүздерін көріп, осындай құдалардың мейірімді тілегін тыңдайық деген ниет болып тұр. Не деген шапалақ құдаға мынау? Қорғалыштықтар. Той болмай жүрау деймін сіздерді де кәдімгі. Ұмытып қалыпсыздар ғой сіздер кәдімгі. Камал, қуаныш құтты болсын. Міне мына кісі құдағай. Жаным құдағай. Осы кісінің анасын көріп қызын ал, табағын көріп асын іштейді біздің қазақ. Құдағайларыңыз болса, келіндеріңізге мінекей тәрбиені беріп, өсіріп, өндіріп, мінекей құдағай енді қыз беріп атым деп жасымаңыз. Бір балаңыз екеуі болып атыр. Қараңыз, керемет, қандай күйеу балаңыз бар. Қалай, күйеу балаңыз көңіліңізден шықты ма өз? Шықты ма, точно кәдімгі. Ал, Мадик, Құдай қаласа, бүкіл елдің алдында, халықтың алдында, мінекей енді айтшы, бүгін енді құдағайдың көңілін көтеріп, енеңді жақсы көресің ба? Жақсы көретін болсаң, я деп бірден айғайлап жауап бер. Ұнамай ма, қазірден басыңды ашып болып барады. Енең жақсы көресің ба? Түх, я дейді бір қол соғып қойыңыздар. Молодец мен. Қаншама тойда жүрім, енесін жақсы көретін балам бірінші рет көріп тұрмын өзім. Енең жақсы көретін болсаң, адамен докажи енді. Енеңнің туған күні қашан? Жақсы көрем деп атсың ғой, айғалап жауап беріп атсың ғой, уверен боп. Туған күн білесің ба? Енесін туған күн білетін ау кәдімгідей. Туған күні қашан? 5 декабрь дейді. Құдағай дұрыс па? Дұрыс мына, уже подарка беріп үлгерген бала ғой мынау кәдімгідей. Мамаң туған күн білесің ба? Біледі екен. Ой, кәдімгідей. Не деген бала мынау кәдімгідей, аға? Сіз енеңізді жақсы көресіз ба? Иә. Мынау бәсе, алысқа емес, әкесіне тартқан екен ғой. Сіз білесіз ба енеңіздің туған күн? Бұл кісі енді біраз жыл болды ғой енді өмір сүріп келе жатқанда. Ұмытатындай кезі болды енді. Мен туғанда бірге туған. Қалай, сіз туғанда енеңізбен бірге туғасыз ба? Бір күн туғамыз ба? Бір күн туғасыздар. Қашан? 8 март. 8 май. Бір қол соғайық. Түк! Мынау не деген отбасы мынау кәдімгідей. Енесін туған күн біледі кәдімгі аласы. Ал, енеңізді жақсы көресіз, туған күн білесіз енді, құттықтап жүрсіз ғой енді. Адам жақсы көретін адамының фотосын всегда қасында алып жүру керек өзімен, дұрыс па? Енеңіздің фотосы бар ма сізде? Бар. Мына кісі уже енесі деп қабылдап жүр мына кісі уже. Шаршайын деген уже бар ғой. Бұл келіншегіңіз бұл. Ал, Мадик, жақсы көрсең докажи. Жақсы көрген адам қасында фотосын үнем алып жүреді. Енең фотосы бар ма? Серьезно ма? Интрига жасамай алып шықшы. Көрсетсен. Кән. Міне, енесі қалай жақсы көреді.
Ене, сізде фотосы бар ма? Міне дейді. Мә, бір қол соқ, қошеметтеп қояйық. Мә, құдағи, қандай керемет күйеу балаңыз бар. Жаңа айтып тұрмын ғой, Мадик айтып отыр, мен енемді қатты жақсы көремін деп айтып отырмын. Мінекей, қасында біз не только Мадик, құдағи, не только Мадик, осы залдағы бәріміз сізді жақсы көреміз. Бәріміз сізді жақсы көріп қалдық. Сіз мына залға кіріп келгеннен бастап бәріміз сізге ғашық болып қалдық, құдағи. Рас айтам, кез келген адам. Даже мен официанттан кеш бергел, бауырым, кел. Даже мына кісіні жақсы көресің ба? Иә. Туған күні қашан? 5 декабрь. Түк шіркін. Серьезно жақсы көресің? Серьезно жақсы. Фотосы бар ма кән? Даже құдағи, сіз ойлап атқан шығарсыз, мынаның бәрі постанова, мынаның бәрін дайындап алған деп. Құдағи, олай емес кән. Любой адам, даже операторлар. Мына кісіні жақсы көресің ба? Иә, жақсы көрем. Туған күні қашан? 5 декабрь. Фотосы бар ма? Бар. Кән, көрсетші. Жақсы көргесен өзіме сақтап алып жүрем, өзімен бірге. Не дейді кән, көрсетші кән. Мә, мынау қалтасы емес, жүрегіне сақтап жүр ғой мынау кәнімгі. Мә, міне. Құдағи, көрдіңіз ғой. Мына залға кіргеннен бастап сізді бәріміз жақсы көріп кәдімгіде. Бәріміз сізді ғашық болып, жүрегіміздің тұсына сақтап жүрік ағайын бәріміз. Құдай қалса, қош келдіңіз. Бәрі осындай махаббатпен кереметтей қуанышымыз басталып жатыр. Балаларыңыз бақытты баянды ғұмыр кешсін, бізден көңіл күйді сыйлау ғой. Құдай қаласа, қыз беріп жатырмын деп жасымаңыз. Қызым менің сәуле шашып ойнасын жүзіңде күн. Өз қолыммен өсірген қызғалдағым қаламаймын гүлімнің үзілгенін. Қызым менің тәп-тәтті қылығыңды жүзімдедім. Бұл өмірдің бақтұнған бақшасында жемісіңді қалаған үзіп жегін. Қызым менің бой жеттің ау, боялып қызыл керін. Бұл ел жұртың тілегі. Анаңдай бол, анаң сенің атанған түзу көлін. Өзіңіздей болсын, Құдай қаласа. Бақытты баянды ғұмыр кешсін, келген жерің қуанышын құт қылатын, суын сүт қылатын, бақ даритын құтты келін болсын деп тілейміз. Құдағиға бір қол соғып қошеметтеп қояйық ағайын.